Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видеомызда жиі кездесетін әрі маңызды мәселе жауырынның ауырсынуы туралы сөйлесеміз. Егер сіз немесе жақындарыңызда осындай ауырсыну байқалса, оның не себепті пайда болатынын, қандай асқынуларға әкелуі мүмкін екені және алдын алу шараларын білу маңызды. Осы бейнежазбаларды мүмкін болатын себептерді талдап, қандай жағдайда дәрігерге қаралу керек екенін айтамыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, пайдалы ақпараттарды алыңыздар. Жауырын астындағы ауырсыну кейбір асқазан ішек жолдары ауруларымен байланысты болады. Әсіресе ауырсыну сол немесе оң жақ жауырын астында байқалса, оның себебі асқазан, ұйқы без, өт қабы немесе өңештің патологиялары болып табылады. Асқазан мен 12 елі ішектің аурулары, асқазан жарасы, гастрит, асқазан сөлінің қышқылдықтары жоғары болғанда ауырсыну сол жақ жауырынның астына беріледі. Әдетте тамақтанғаннан кейін немесе аш қарынға. 12 елі ішектің жарасы ауырсыну көбіне түнде немесе ұзақ ашыққаннан кейін күшейеді. Көбіне белге немесе жауырынға тартады. Өт қабының аурулары, өт тас аурулары, холецистит, жауырын астында ауырсыну байқалады. Майлы немесе ащы тамақтардан кейін күшейіп, жүрек айну, ащы дәм сезіну сияқты белгілермен қатар жүреді. Өт жолдарының түйілуі, оң жақ жауырын астындағы түйілу ауырсыну сезім береді. Ұйқы бездің қабынуы, әсіресе созылмалы панкреатиттің өршуі арқаның ортасына немесе сол жақ жауырын астының ауырсынуымен байқалады. Майлы тағамдардан кейін күшейеді, жүрек айниды, іш өту байқалады. Өңеш аурулары, өңеш қышқылы жоғарылаған кезде кеуде немесе арқада, кейде жауырын астында қышу немесе ауырсыну сезім беріледі. Ауырсыну тұрақты болып тамақтан кейін немесе белгілі бір жағдайларда күшейсе, гастроэнтерологқа қаралу қажет. Іштің кебуі түнде жауырын астындағы ауырсынуға себеп болады. Бұл бірнеше механизмдер арқылы түзіледі. Іште жиналған газ қысым жасайды. Қысым артқанда арқаның жоғарғы бөлігіне, оның ішіндегі жауырын астында таралуы мүмкін. Ас қорыту жүйесінің бұзылыстары, іш дисбактериоздары, тітіркенген іш синдромы, іштің кебуімен қатар іштің төменгі және жоғарғы бөліктерінің ауырсынуын туғызады. Гастрит немесе асқазан жарасы газдың түзілуін арттырып, тамақтан кейін түнде ауырсыну белгісін береді. Өт қабының немесе ұйқы без аурулары, өт дұрыс бөлінбеуі ас қорыту процесін бұзып, іштің кебуімен бірге жауырын астындағы ауырсынуға беріледі. Егер іштің кебуімен бірге стресс, мазасыздық болса, бұл ішек қарын трактісіне жауырынның асты ауырсынады. Мұндай жағдайда не істеуге болады? Тамақтану әдетін өзгерту керек. Газ түзетін тағамдарды, бұршақ, қарақат, газдалған сусындарды азайту керек. Майлы және ащы тағамдарды шектеу керек. Тамақты асықпай, дұрыстап шайнап жеу керек. Ас қорытуды жақсарту құралдарының ең керемет бір түрі ол пробиотиктер. Пробиотиктерді көбінде қабылдап тұрсаңыз, бұл ас қорытуды жақсартып, асқазан ішек жүйелеріндегі іш кебулерді болдыртпай жеңілдетеді. Бұл асқазан, ұйқы без, өт қабы және өңештің патологиялары бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл органдар ас қорыту жүйесінің негізгі бөліктері болып табылады. Және олардың біріндегі ақау басқалардың жұмысына кері әсер етеді. Майлы қуырылған ащы қышқыл жоғары тағамдарды шамадан тыс тұтыну, газдардың немесе алкогольді сусындарды дұрыс тамақтанбау, артық тамақтану, стресс жүйке жүйесінің шамадан тыс қозуы да себеп болады. Helicobacter pylori бактериясы асқазан мен 12 елі ішек жарасының негізгі себептері. Ас қорыту ферменттерінің бұзылуы, ұйқы без жеткіліксіздігі асқазан немесе ішектің ас қорытуды қиындатады. Өт қабының дұрыс жұмыс істеуі асқазан мен ішектің жұмысына әсер етеді. Ұйқы без ферменттерінің дұрыс бөлінбесе, өт қабының жұмысы бұзылып, асқазан мен ішекке кері әсер етеді. Егер өттің ағысы бұзылса, ұйқы без түтігі
бітеліп панкреатит туындайды. Өт дұрыс бөлінбесе, асқазан мен ішек майлары қорыталмай дисбактериоз дамуы мүмкін. Егер асқазанның қышқылдығы жоғарыласа, өңешке қышқыл көтеріліп, арқа жауырынның ауырсынуына себеп болады. Өт қабының жұмысы бұзылса, өттің дұрыс бөлінбеуі ұйқы безге қосымша жүктеме түседі. Бұл панкреатиттің пайда болуына әсер етеді. Ұйқы без жеткілікті фермент бөлмесе, асқазан ауырлап, тағам дұрыс қорытылмайды. Бұл ішектегі газдардың жиналуына, іштің кебуіне және ауырсынуына әкеледі. Яғни, түнгі ұйқының қашуы жауырынның ауырсынуына себеп болатын үлкен ағза осы асқазан мен ұйқы без. Ең бірінші өттің ағуын дұрыстауымыз қажет. Дұрыс тамақтануымыз қажет. Асқазан ішек жолдарының тексерту керек. Ас қорытуды жақсартатын ферменттер мен пробиотиктерді қабылдау керек. Өттің дұрыс ағуын қамтамасыз етіп, өсімдік майы, талшықтарды, тағамдарды көбірек тұтынған дұрыс. Айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп подписация кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетірулеріңізді сұраймыз. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеолардың шығуына себепкер боласыздар. Маған тіркесеңіздер, келесі видеоларды жоғалтып алмай көре аласыздар.